Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге бүгін Байдуллаева Амина, Қалиева Қанағат. Бүгінгі арнамызда біз Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің қыздарынан сұхбат алатын боламыз. сұхбатымыздың тақырыбы саяхатқа байланысты мәселелерді талқылайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Неге біз бұл тақырыпты таңдадық? Себебі саяхат тақырыбының өзектілігі жылдан жылға артуда. Саламатсыз ба? Сіздің ойыңызша студенттер бос уақытында немен айналысу керек? Әр студент өзінің қалаған заттармен айналысу керек. Көптеген студенттер өзінің бос уақытын ұйықтап, өзіне арнағысы келеді. Ал кейбіреулері дамуға арнағысы келеді. Мысалы, кітап оқиды, көптеген ойды жаттықтыратын заттарды жасайды. Сіз Қазақстан ішінде саяхаттап көрдіңіз бе? Саяхаттап көргем. Үлкен қалаларда Астана, Шымкентте болған жоқпын. Кіші қалаларда Тараз, Қостанай сияқты болған. Сізде саяхаттау кезінде Қазақстан Сіздің ойыңызша, егер де студенттер бос уақытында ештеңемен айналыспаса, қандай мәселелер туындауы мүмкін? Ең біріншіден, ең басты мәселе ол грантта оқитын студенттер үшін ол гранттан құлау қауіптілігі бар. Ал общий жалпы алған кезде барлығында оқу үлгерімі нашарлайды және алатын білімі нашарлай түседі. Саламатсыз ба, сізге сұрақ қойсам бола ма? Қазіргі кезде көп адамдар саяхаттағысы келеді, бірақ олардың ақшасы жоқ болмай тұрады. Сол мәселені қалай шешуге болады? Менің ойымша, прям қатты не істегісі келсе, саяхаттағысы келсе, кредитке деп ойлаймын. Саламатсыз ба, сіздің ойыңызша саяхаттау барысындағы ең қажетті мәселелердің қатарына не жатады? Менің ойымша, бұл ең маңызды мәселе бұл ақша деп ойлаймын. Екіншісі тұратын мекен-жайын. Сізге сұхбат алғым келген еді. Саяхатқа байланысты сұрақ. Қалай ойлайсыз, сіздің ойыңызша саяхат адамның өмірлік көзқарасына әсер ете ме? Иә, себебі біз әр елге барып саяхаттаған сайын біз әр елдің мәдениетін, дәстүрін біле бастаймыз. Сізден сұхбат алғым келген саяхатқа байланысты сұрақ. Қалай ойлайсыз, саяхаттау біздің толеранттылығымызға әсер ете ме? Сәлеметсіз бе? Менің ойымша, жалпы саяхаттаған кезде адамдар жаңа адамдармен танысып, жаңа өзіне тәжірибелер алады. Сол арқылы толеранттылықты да жақсы деңгейде көтеруге болады. Бүгін атқарған сұхбатымды қорытындылай келетін болсақ, қыздардың жауабы менің жартылай көңілімнен шықты. Олардың ойынша, олар ең алдымен саяхатқа шықпастан бұрын олар ақша және де басқа да ұсақ түйектерді дайындайды екен. Дегенмен менің ойымша, олар ең алдымен өздерінің дәптер, қағаз құжаттарын дайындау керек. Билетке шетел азаматтары болса да, Қазақстан ішаралық саяхат болатын болса да, олар ең алдымен өздерінің құжаттарын дайындау керек. Бүгінге қыздармен сұхбат өткізіп, олардың ойларын естіп, мен өз ойымды қосып кеткім келеді. Менің ойымша, қыздар емес, жалпы адамдар өз бос уақытын құруға жұмсатпай, өз уақыттарını пайдалы, біз үшін пайдалы заттарға құртуымыз керек. Мысалы, және саяхаттарға жұмсауымыз керек деп ойлаймын. Бүгінгі студенттердің жауабына байланысты мынандай түйінге келсек болады. Көп студенттер саяхаттағанды өте қатты жақсы көреді және оған оң көзқараспен қарайды. Ал менің ойымша, саяхаттауға әрқашанда мүмкіндіктер бар бізде. Тіпті ақшамыз аз болса да, жай ғана серуендеп қайтуға немесе арзан мұражайларға барып келуге болады. Рахмет. Мен де өз ойымды айтқым келеді. Менің ойымша, басқа елдерге ғана емес, өзіміздің тіпті жай ғана елімізде саяхаттау бізге өте көп мүмкіндіктер береді. Мысалы, біз өзіміздің мәдениетімізді толығымен танысып, жай әсем географиялық жерлерді көре аламыз. Бүгін сіздермен болған АСТК арнасы және де Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің қыздарынан сұхбат алған Қалиева Қанағат, Тазихматова Севинч, Байдуллаева Амина. Бүгінгі сұхбатымыздың бағасын төмендегі сілтеме арқылы көре аласыздар. Арнамызбен болғаныңыз үшін сіздерге көп рахмет. Кездескенше сау!